Assalamu alaikum қазақ елі. Бүгін 8 наурыз. Сіздерге қалай 1 миллион доллар тапса болады, соны үйретеміз деп отырмыз міне. Кеңес бауырым екеуміз. Ал кеңес мынау не өзі? Түсіндіріп айтшы халыққа, елге. Өткенде ассаламу алейкум қазақ елі. Өткендегі айтып өттім ғой. Жаңағыдай Кеурек деген бизнеске шақырам дедім. Осы Кеуректің Сарыағашқа Ұлжан Қоқыстан деген Өзбекстаннан нұрлық келдік дедік, мына көрсететін. Мына Атышулы Өзбекстанның Ұлжан Қоқыстан деген ұрығы семинасы. Мына біздің Қазақстанның осы өзіміздің Кеурегіміз, шас Кеурегіміз. Енді айтып өтетін 1 гектарға 20 келі кетеді дедім. 1 гектарға 20 келі кететін болса, одан 100 мың түп көшет шығады. 100 мың түптен 4 жыл 5 жылдан кейін 1 тонна шіре береді. 1 гектарыңыз. 1 гектарыңыздың шіресі 1 тонна болса, 1 килосы қазір $140. Бүгінгі баға $140, иә? Бүгінгі баға $140 болып отыр. $140 мың 1 гектарыңыз. 1 гектарда $140 мың береді екен. 10 гектар ексеңіз 1 миллион 400 мың. 1 миллион 400 мың доллар. Онда бірақ сабырлық қылып күту керек, ол бірден болмайды. 4 жыл 5 жылдары уже тамырын кигеннен кейін, ләблекте болғаннан кейін содан жақсы жаңағы кесіп сүт алынады. Мен жаңа көрсетіп өтейін, мына арнайы құтысы болады. Мынау пышағы, алған пышақ деп аталады, осымен тамырынан кесіліп сүт алынады. Осы мына құтысына жинап, әр 3 күн сайын тамырынан кесіп сүт алынып тұрады. Бұны жеріміз көп, Қазақстанда Құдайға шүкір, бұл су талап етпейді, су қажет емес болған. Кетпен шаппайсың. Кетпен шаппайсың. Еккеннен кейін тек көктемде карбамидпен, күздігін амофос шашасыздар, болды. 4 жыл, 5 жыл тамырынан сүт алынады. Біздер қанша міне құлпынай егіп жүрміз, капуста егіп жүрміз, лимон егіп жүрміз, ондай ақша ұстай алмай жүрміз. $1,400,000. Мен әр күн бизнес не бар, оны еге беріңіздер. Бұл бизнесте бос жатқан жерлеріңіз болса, су жоқ, қиналып, сол шөл болсын, багара жер болсын. Жазда су армайды ғой? Қажет жоқ. Су қойсан қайта шіріп кетеді. Бұған су қоймайсыздар. Шөлді жерлерге де өсе береді. Жайылым жерге болса да 10 гектар жерге ек қойыңыз, бос жатқан жеріңізге, бірақ өзіңіздің жерің болсын. Ек қойсаңыз 4 жыл 5 жылдан кейін результат көрсетеді. Қалған суармалы жерлеріңізді еге беріңіздер. Лимонды егесіздер ма, құлпынай егесіздер ма, еге беріңіздер. Бірақ бос жатқан жерлеріңізге суармалы жерге болады. Болады. Далаға болады. Далада жазда суарылмайды бұл, вообще су ішпейді. Міне, сіздерге жақсы бизнес 10 гектар ексеңіздер, 1 гектар ексеңіздер $140 мың. $140 мың біздер диқаншылық істеп табылмай жүрміз, негізі. Болмайды, бір жыл болады, бір жыл болмайды сол. А мынау мен 4-ші жыл, 5 жыл, индустар не деді жаңағы? Индустардың айту бойынша, олар тамаққа қосады, дәрім істейді, фармация дамыған Индияда. Бірақ олар тамаққа көп қолдан тамаққа қосып жейді. Олардың несі, бұл қасиеті, бұл емдік шөптің инфекция, сосын ішек құрттарын бәрін өлтіреді. Олар жемесе олар қырылып қалады. 20 миллион қазақтардың ексенде де бізге жетпейді деді бұл тағам. 20 миллион қазақ ексенде жетпейді екен бұл, жеткізе алмайды екенбіз шетелге. Сосын бұны қорықпаңыздар, сатамай қаламын, сүті жиналған екен, кімге сатамын, іріп кетеді, шіріп кетеді дейміз, ол сүті ірімейді, шірімейді, есі сасық болып, сол бочкалардың ішінде тұра береді. Тұрған сайын наоборот қайта күшіне береді. Қайбір жылдар келді ғой, 10 жыл алдын Ауғанстаннан келген жаңағы қандастарымыз келді, солар мынау арыс жақтың барлығын теріп шықтай болсын бәрін. Енді Түркістан облысында 8 жылға шейін мораторий қойылды, жабайы табиғи өсіп жатқанда Кеурекке тыйым салынды. Өйткені популяциясы азайып баратыр. Бұны егу керек, көбейту керек. Өзбекстанның ұрығынан, өзіміздің ұрықтан. Өзбекстан уже дамып кетті бұл жағынан. 15 жыл, 20 жыл алда жүр. Олар өкімет субсидия беріп жатыр, өкіметі. Қолдап жатыр жаңағыдай диқандарына. Бізде де осыны қолға алып, ассоциация құрған Өзбекстанда. Кеуректардың ассоциациясы бар. Бұл Кеурек өсімдігі қызыл кітапқа енбеген, еш несі жоқ. Бізде енді елімізде сен ғой дамытып болсын көрсетіп отқан, Енді саған сұрақтармен келсе, звондаса айтасың ғой, үйретесің ғой. Түсіндірем. Тегін үйретеміз ғой. Бүйтіп сопровождение дейді ғой, орысша айтқанда бүйтіп бағыттап көрсетіп, бәрін түсіндіріп, неғып тұрамыз. Қалай сатылу,
кімге сатамыз, оның бәрін бірге болғаннан кейін ассоциация құрып, өзіміз жаңағыдай бағаны да көтереміз. Мысалы, индустрияға экспорт қылған жақсы. Қазақстанның заты, товары бекерге неғылынан гөрі диқандар істеп, осыны экспорт қылайық, сатайық. Телефон номеріңді айтып кетші, жазуға болмайды. 8777 715 8708. Осы кеңес бауырымызға хабарласасыздар. Бұл кісіде мен туғаным болып шықты, Найман, мен де Найман деп қойын да. Наймандар кетіріп болады деймін, неғылдейді, айта береді енді. Міне қазақ еліне осылай көрсетіп, үйретіп жатқанымыз. 1 гектарға ексеңіздер, 140 мың долларға шейін көтересіздер 1 гектардан. Бірақ 4-5 жыл, бұны да күту керек. Біздер 4-5 жылда да ондай ақша табылмаймыз диқаншылық істеп. Міне, келіңіздер, дамытайық, біргелесейік, істейік осыны. Кеңес бауырыма міне хабарласасыздар. Оңтүстік Қазақстан облысы, Таразға, Жамбыл облысына, Түркістан облысына, Қызылорда облысына болады. Ана Атырау, Ақтау жаққа жақсы болады. Құмды жер, құмшалты жер болады. Ал север жаққа, солтүстік жаққа сразу айтам, ол жаққа болмайды. Ол жақта шілде күнде бізде күн ыстық болу керек. Күн ыстық, сосын ыстықта жинайды. Шілдеде жаңбыр жауыну керек. Ал солтүстік жақта бізде шілдеде жаңбыр жауатыны бар. Ал енді тұқымын айтып кетейік, бағасын. 1 гектарға қанша килограмм егіледі? 1 гектарға 20 келі кетеді. 20 килограмм мынау қанша теңге тұрып килограмм? Қазір 5 мың теңгеден болып жатыр. 20 килоға сонда 100 мың теңге жұмсап 140 мың доллар табады екенбіз. Үндістандікі 100 доллар, 130 доллардан килограммы. Килограммы 130 доллардан. Міне есептеңіздер. Қайсысы күн? Иә, келсеңіздер, хабарлассаңыздар, көрсетіп береді міне кеңес бауырымыз. Міне мына 100 мың теңгеге алып, келешекте 140 мың доллар болады. 10 гектар ексеңіздер, 1 400 000 доллар. Диқаншылық істеп ондай ақша таба алмаймыз. Міне. Егіңіздер, әр қазағың бай болсын. Салам алейкум. Салам алейкум. Жақсы.